түкпірінен көптеген адамдар, мамандар келіп, мына жерде жұмыс істеді. Нәтиже өте керемет. Қазір біз бүгін қарап шықтық. Жақсы үйлер салынды. Жалпы ең басты мәселе адам шығыны болған жоқ. Құдай сақтады. Қалған бәрі біз қолымыздан келгенше шешеміз. Ешқандай тосқауыл болмайды. Мен осы мүмкіндікті пайдаланып, құтқарушыларға, дәрігерлерге ризашылығымды айтқым келеді. Жаңа қоныстарыңыз құтты болсын деп айтқым келеді. Арыс қаласына келіп, уәде бердім, түбегейлі қалпына келтіреміз деп. Енді қазір көріп отырмын, бүкіл қала жаңа қалпына келіп отыр, жаңа келбетке ие болды, сондықтан құтты болсын деп айтқым келеді.